Жақсы, өзің қалайсың? Жұмыстар қалай? Шүкір, жақсы. Аға, менің бір сізге жақсы бір жаңалығым бар еді. Өзіңіз айтушы едіңіз ғой, бір үнемі жастар өсу керек, алдына мақсат қою керек деп. Сол алдыма мақсат қойып, еңбек саласындағы бақылау басқармасына ауысып бара жатқан едім. Соған бір тілек, сәттілік тілесеңіз. Дауым жақсы жаңалық екен. Өзінде өсетін баласын жұмысқа ыңғайлы мақсатпен көресің. Енді дейміз, алға қойған мақсатына жете бер, жұмыс алып жатқан жұмысына ақ жол сәттілік жасаған. Рахмет аға. Біздің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімінің негізгі қызметі жазатайым оқиғаларды тергеп тексеру болып табылады. Сондықтан жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында ұйымдарды түсіндірме жұмыстарын жүргізу қажет. Олай болса, мен бұл жұмыстарды өзімнің бұрын жұмыс жасаған мектебінен бастасам, мысалы мектептегі барлық ұжымдастарымды танимын, маған жұмыс жасауға оңай болады. Ол жақта бар мұғалімдерге еңбек қауіпсіздік, еңбек қорғау ережелерін түсіндіріп қайтсам, сіз рұқсат етсеңіз. Әрине рұқсат, қарсылығым жоқ. Құрметті әріптестер, мен бөлім басшысының тапсырмасына сәйкес осы аптада қауіпсіз еңбек тақырыбы бойынша ұйымдарда еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау ережелерін түсіндірдім. Осы жұмыс барысында мен өзімнің бұрын жұмыс жасаған мектебіне бардым. Сол мектепте менде бір жағдай болған тұғын. Сол жұмыс жасап жүргенде бір жұмыскер жарақат алып, мектеп мұғалімі. Бұл жағдайға мен аса мән бермеген болатын. Ал осы жұмысқа ауысқаннан кейін осы жағдай есіме түсіп, еңбекті қорғау ережелерін түсіне бастады. Қысқасы, мен осы жұмысым арқылы өзгерістерді өзіңнен баста. Біз өзгердік, ал сіз ше?